Бүгін облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкерлері Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына арналған ашық микрофон форматында қала тұрғындар арасында әдеби шара өткізуде. Шараның мақсаты Абай мұрасын кеңінен насихаттау болып табылады. Құрметті оқушылар, енді қала тұрғындары, сіздер білесіздер, Абайдың 180 жылдығы жақында келе жатыр, енді Абайды білмейтін адам жоқ шығар. Соған орай сіздерге бір-екі сұрақ қойсақ, қалай қарайсыздар? Сіздер қай мектептен танысып өтсеңіздер? Жамбыл гимназиясы. Гимназиясы, о, тамаша. Енді жалпы былай айтайық, Абай дегеніміз кім өзі? Абай ақын, поэт, өлең жазған, көптеген шығарма жазған, қара сөздер бар. Өте дұрыс айтасыз. Қанша қара сөздерін білесіздер, бар примерно? Өзінің 45 қара сөзі бар. Негізі 46 болу керек болған, бірақ 46-сын аяқтай алмайды. Шын есімі кім Абайдың? Апасының өзінің есімі кім Абайдың? Әкесінің есімін білесіздер ме? Дұрыс айтасыз. Әкесінің аты Құнанбай. Әкесінің аты Құнанбай, өте жақсы. Абай жаңағы несін жазған, қандай белгілі жазушыны білеміз? Абай жолын жазған. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Өте жақсы. Балалар Абай туралы өте жақсы біледі екенсіздер. К юбилею Абая с рождения его прошло уже 180 лет, и хотелось бы прочесть стихи, написанные им. Добро проходит быстротечно, а зло в любое время вечно. Надежды конь, как в дни былые, не рвется ввысь бесконечно. Вонзай ты хоть двойные шпоры, увяз печали он сердечной. Уйдешь в одну печаль, и тут же их сонный гонит ветер встречный. Старик летучий, страж кочевник, кружа верхом, рыдает желчно. Можно задать вопрос? Да. Кто такой Абай? Абай – это писатель, учитель. У него семья есть. Да. Мама Улжан, папа Кунанбай, бабушка Зире. Его настоящее имя это Ибрахим. Молодец. Добро проходит быстротечно, а зло в любое время вечно. Надежды конь, как в дни былые, не рвется ввысь бесконечно. Вонзай ты хоть двойные шпоры, увяз в печали он сердечно. Уйдешь в одну печаль, и тут же их сонмы гонит ветер встречный. Старик, летучий страж кочевий, кружа верхом, рыдает желчно. Ол жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз?